Менә безнең бүтән нәрсә хәзер корылган выгодага. Если, значит, вот рассчитывать только на выгоду, Нази, и родиться невыгодно. Знаешь почему? Умирать надо. Нормальный человек более 1 миллиарда в жизни миллиард не истратит. В рублях. Так? А им надо, значит, вот там сотни миллиардов. Это болезнь. Sizde андай болезнь болмады mı? Болмайды ол. Боласы болса болады енді. Аның мүмкінлігі бар ие. Бірінші мәртебе. Я вот по своим друзьям знаю, даже по ученикам знаю, как, значит, вот миллиард и более, значит, в рублях человек тут же меняется, уже другой становится. Он сам не осознает это. Когда больше миллиарда рублей, вот по сегодняшнему курсу у человека, он уже дальше сам собой не командует, а им, значит, вот руководит, командует дьявол. Вот весь разговор. Дьяволға шанасы демек, да? Дьяволға деп шанасың дейді, природный силаға шанам мен. Ансын бәрі, но дьявол демек. Вот хорошо. Дьявол дейді, значит, вот раз положительный есть, отрицательный тоже должно быть. Так? Вот. Раз, значит, вот есть, значит, вот, как говорится, Бог, Аллах, Худай, раз есть, значит, вот там ангелы, дьявол, конечно, есть. Өзінен өзі кіріп кеттік сол темаға. Қайсы Алла дұрыс деген китабы шықты. Орыс тілінде алғышмасын әлігі, бет? Жоқ, орыс тілінде де, аны татар тілінде шығуының алқаты керегі де жоқ. Бізге керек қазір, значит, орыс тілінде оқушыларына. Ақылға отыртырға. Бұл тіге ақылға отыртып, значит, нетті деген сүсту кел, үйретірге, ақылды елға, значит, кіртірге. Бог, он вообще, значит, Аллах, Худай, по-русски, значит, вот Бог, это не в облике человека. Я вот изучаю, интересовался с 8 лет, с 1958 года, а изучаю, значит, вот с 1967 года. Язычник, тіңге табылған, жоқ, бұл тілден тілге көшкен деген сөз. Құр'анда, міне бұл, значит, вот правила, шартлар, үтәлерге тиішлі, һәм сақланырға тиішлі, соблюдайтелерге тиішлі. Бұл тілден тілге көшіп барған. Бұл вақытта аңды язма болмаған. Аннан соң болған рун язуы, біздің бұрынғы бабалардың ең бірінші, бұл, значит, рун язуы бойынша жазылғанларны, соңынан яңа динлер барлыққа келгеш, тегілерін бүтінісін жоғалтқандар. Мына мен әйтесім келе, анда, мына бұл тәңгіршілікте, бұл ең бірінші мұның білгісі. Бұл дүрт пішмақлы, значит, біздің татарша айтсақ тәрі. Так? Мұның үскі баш аңлата көкне, асқы, значит, қанаты аңлата жеріне, оң қанаты аңлата отына, сол қалаты, значит, суына. Мына шушы, значит, мұхитте, көк жер от суда кіші яши деп, жігітлер, сіздің кебек шебер жігітлер маңғайларына шушыны ясап қойғанлар, һәм, значит, шушыны түгерек ішіне далғанлар. Аллах, Құдай, Бог, ол кішірі үшінде түгіл. Аны көріп те болмай, ешітіп те болмай, тұтып та қарап болмай. Әмі, мұндай табиғат кіші бар. Аңлатып бұлатырған әйбір түгіл, мұның нейі жоқ. Мұны кішіге қайтарып, қазір, кішіні алдау үшін, кішіні бұйсындыру үшін, мұны, значит, қайтарып қалдырғанлар, значит, мына шушындай кіші образы. Һәм бұл, значит, тәңгіршілік бірден бір тіге пророк, пейғамбарсыз дин. Бұл китабын біреу де яза алмай. Ол тұр меңа енді берілген Құдайдан. Уақыты жеткеш, меңа... Нендер канал аша? Қазір, мына, значит, неден келген, әйтеганда 8 яштан тұтырып білерге тілеген, һәм шуннан, значит, бұл енді бүгінгі күнде тұрмаш ашырға мұны Құдай насип еткен дейлер татарша.